Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз көп мүшелер, көп мүшелердің дәрежесі, көп мүшелерді стандарт түрге келтіру, көп мүшелерді қосу және азайту. Естеріңде болса, біз өткен сабақта бірнеше тақырыбын өтіп едік, иә? Бірнеше дегеніміз ол сандардан, айнымалылардан және олардың дәрежелерін көбейту амалы арқылы жасалған өрнек, иә? Мысалы, 2а б немесе 3b куб деген сияқты осындай айнымалыдан және сан және оның дәрежесінен жасалған көбейту амалы арқылы жасалған өрнек. Енді осы бірнеше тақырыбын жалғасы көп мүшелер. Көп мүше дегеніміз бірнеше бір мүшелердің қосындысы болатын алгебралық өрнек көп мүше деп аталады. Бізде естеріңізде еще бір мүшеге сандар да жатады. Енді бір мүше дегеніміз яғни көп мүшенің дербес жағдайы екен. Осы бір мүшелердің қосындысы немесе айырмасы осы көп мүше болады екен. Мысалы, мына жерде төмендегі суретте екі мүше деген. Яғни 2х және 1 деген екі бір мүшенің қосындысы арқылы жасалған екен. Бұл бізде көп мүше немесе екі мүше. Ал егер 3 қосынды болып тұрса немесе 3 айырма болып тұрса 3 мүше. Одан ары қарай біз көп мүше деп атаймыз. Енді келесі модульдары тең, ал таңбалары қарама-қарсы екі көп мүшені қарама-қарсы көп мүшелер деп атаймыз. Мысалы, 2х плюс 6 деген көп мүше белгісін. Бұған бізде қарама-қарсы, таңбалар қарама-қарсы болу керек. Сонда 2х плюс 6 жақшаны ашсақ, минус 2х минус 6. Яғни мынау тұрған екі мүшеге, мынау тұрған екі мүше қарама-қарсы болады екен. Егер көп мүше екі бір мүшеден құралса, онда екі мүше, ал үш бір мүшеден құралса, үш мүше деп, ал қалған жағдайларда жай көп мүше деп аталады екен. Енді келесі тапсырмада қандай өрнектер көп мүше болады? Жауабыңды түсіндір. Бірінші бізде тек сандардан қосындысы. Бұл жерде қосындысы қанша болады? Так, 5, 10, 11. Яғни 11 сан. Бізде көп мүшеге сан жатады, сондықтан тек санның өзі тұрса да ол көп мүше бола алады. Сондықтан бұл бізде жатады. Келесі бізде а-ның минус 1 дәрежесі. А-ның минус 1 дәрежесі ол бізде жатпайды, өйткені бізде бір мүшеге естерінде болса, дәрежесі 10 болу керек. Мында дәрежесі теріс болып тұр, яғни айнымалының дәрежесі теріс болып тұр, сондықтан бұл бізде жатпайды. Бұл бір мүшеге жатып тұрған жоқ, сондықтан ол көп мүшеге де жатпайды. Келесі б-да x плюс 2x плюс 3x бұларда барлығы 3, 5, 6x болады. 6x бұл жерде көп мүшеге бір мүше жатады, сондықтан бұл да бізде көп мүше бола алады. Келесі x квадрат плюс 2x плюс 1, бұл бізде 3 бір мүшеден құралған екен, яғни бұл бізде көп мүшеге жатады. Келесі тоже бізде бір мүшеге жатады, яғни таңбалары қосу азайту болса, ол жатады. Келесі ғ-да n-ның x-тің 2n минус 1 дәрежесі екен. X-тің 2n дәрежесі бізде n егер оң сан болса, n оң сан болатын болса, онда яғни плюс таңбалы сан болатын болса, бұл жатады. Ал егер n теріс таңбалы сан болатын болса, бұл бізде жатпайды. Келесі д мысалында 3 бір мүшеден құралған, бұл жатады. Е мысалында тура солай, мына жерде б бөлімінде тұр, яғни минус дәреже екеуі бір мағына ғой. Сондықтан бұл бізде жатпайды. Келесі ж мысалында мына жерде минус дәреже тұр, минус 1 деп тұр, яғни ол бір бөлу зат. Бізде тек көбейту амалы арқылы жасалған өрнектерге көбейту және қосу амалы. Бұл бізде бөлу болып кеткен, сондықтан бұл бізде жатпайды. Келесі z-да тапсырмасында 0-ге тең деп тұр. 0 бізде сан, сондықтан ол жатады. Келесі и тапсырмасында сандармен айнымалылар аралас, сондықтан ол бізде жатады. К тапсырмасында барлығы көбейту, бірақ д-ның минус 2 дәрежесі минус дәреже болғандықтан ол жатпайды. Енді бұл тапсырма түсінікті болса, бізде келесі көп мүшені осындай түрде жазуға болады екен. Математикада көп таңбалы сандарды мынандай түрде жазуға болады. Екі таңбалы сан, яғни а, б и үстінде сызықша бар. Ол дегеніміз 10а қосу б деген мағынаны білдіріскен. Яғни а дегеніміз бұл жерде 10-дық сан, б дегеніміз бірлік сан. Ал үш таңбалы санда тура осылай а, б, с және жоғарысында сызықша бар. Ол дегеніміз 100а қосу 10b қосу, яғни 100-дік сан, одан кейін 10-дық сан, одан кейін бірлік сан деген сөз. Енді бұл жерде мынаны көп мүше түрінде жазып қойыпты бізге. b, яғни 100b. Бұл жерде әріптердің орнын ауыстыру мүмкін, бірақ та яғни үшеу болса, яғни 102 болса, 10 деген сияқты солай анықтаймыз. Бізде бұл үшіншісі 100b қосу 10a қосу. Бұл жерде сан өзі беріліп тұр екен, сондықтан санымызды жазамыз 3.
Енді келесі әде с бірлігі, б ондығы және а жүздігі бар сан. Онда 100 а қосу 10 б қосу с деп жазсақ болады екен. Келесі а мыңдығы, б жүздігі, с ондығы және бір бірлігі бар сан дейді. Онда 1000 а қосу 100 б қосу 10 с және қосу 1, яғни бір бірлігі бар сан деген сөз. Бұл тапсырма түсінікті болса, бізде келесі көпмүшенің дәреже ұғымы. Көпмүшенің дәрежесі деп, оның құрамындағы бірмүше дәрежелердің ең үлкені айтады. Өткен сабақта біз бірмүшенің дәрежесін қалай табу керек екенін өттік. Енді бүгін осы көпмүшенің дәрежесін өтеміз. Көпмүшенің дәрежесі үлкен мүшесі көпмүшенің үлкен мүшесі, ал дәрежесі 0-ге тең болатын мүшесі бос мүше деп аталады. Мына жерде тұрған мысалға қарайық. Бірінші бізде мынау тұрған бір мүше, және мынау бір мүше, мынау бір мүше, мынау бір мүше. Біреу, екеу, үшеу, төрт бір мүшеден құралған көп мүше екен. Енді осы жердегі бірінші тұрған бір мүшенің дәрежесін анықтайық. Бір мүшенің дәрежесін анықтау үшін айнымалылардың дәрежелерін қосамыз. Мына жерде x-тің квадратында 2 дәреже, ал мына жерде 18 дәреже. Екеуін қоссақ 20 дәреже. Бұл бір мүшенің дәрежесі 20-ға тең екен. Енді екінші бір мүшесінің дәрежесін анықтайық. Бұл жерде x-тің 7 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі. Екеуін қосындысы 10. Яғни екінші мүшесінің дәрежесі 10-ға тең екен. Енді үшіншісінікін анықтайық. Үшіншісінікінде бізде 7 қосу 15, 22 екен. Ал төртіншісінде x-тің 0 дәрежесі деп бар деп алсақ, өйткені бізде кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең, ол жазылмайды деп. Сондай оймен алсақ, онда төртіншісінің дәрежесі 0-ге тең деп аламыз. Ал төртіншісінің дәрежесі 0-ге тең екен. Енді біздің анықтама бойынша көпмүшенің дәрежесі дегеніміз оның құрамындағы бір мүшенің дәрежелерінің ең үлкенін айтады. Сонда бізде көпмүшенің дәрежесі ең үлкені, мына тұрған үшінші бір мүшесі, онда 22-ге тең екен. Ал көпмүшенің үлкен мүшесі, осы ішіндегі тұрған үлкен мүшесі, сонда минус 5x-ның 7 дәрежесі, y-тің 15 дәрежесіне тең екен. Ал көп мүшенің бос мүшесі ол бізде 1-ге тең екен. Бос мүше дегеніміз, яғни дәрежесі 0-ге тең болатын мүшесі екен. Немесе құрыс сан тұрса, санның өзі тұратын болса, сол бізде бос мүше болады. Енді келесі, мына жерде көп мүшенің дәрежесін анықта, көп мүшенің үлкен мүшесін және бос мүшесін атта дейді. Бұл жерде 5x дегеніміз, бұл жерде бір мүшенің дәрежесі 1-ге тең, мына жерде тоже 2y-тің дәрежесі 1-ге тең, яғни бұл жердегі көп мүшенің дәрежесі 1-ге тең, яғни ең үлкені 1 болып тұр. Ал көп мүшенің үлкен мүшесі деп 5x-ті да немесе минус 2y-ті да алсақ болады. Келесі әде бізде 5x квадрат, мына жерде онда дәрежесі 2-ге тең, ал мына жерде 2y, y-тің тек қана 1 дәрежесі бар, сондықтан бұл 1-ге тең. Мынау бізде бос мүше, яғни оның дәрежесі 0-ге тең. Сонымен бізде көп мүшенің дәрежесі 2-ге тең екен. Көп мүшенің дәрежесі 2. Негізі мынандай кесе түрінде әдемілеп жазу керек болады бізге, бірақ бұл жерге сыймайтын болғандықтан осылай жаза берейін, иә. Ал бос мүшесі бұл жерде 2-ге тең екен. Ал мына а мысалында бос мүшесі 0-ге тең. Келесі б-да 5x квадрат, бұның бізде дәрежесі, бір мүшенің дәрежесі 2-ге тең. Ал мына жерде 10xy, мынаның 1 дәрежесі бар, x-тің 1 дәрежесі бар, y-тің 1 дәрежесі бар, екеуін қоссақ 2 дәреже. Мына жерде тоже 4y-тің квадраты, бұл тоже 2 дәреже. Соңында мынау минус 1 ол бізде бос мүше. Енді бізде көп мүшенің дәрежесі 2-ге тең екен. Ал көп мүшенің ең үлкен мүшесі деп біз 5x квадратты да, минус 10xy-ті да, плюс 4y квадратты да алсақ болады. Ал бос мүшесі бұл жерде минус 1-ге тең. Келесі в мысалында 29 p-ның 5 дәрежесі т. Бұл жерде яғни бір мүшенің дәрежесі 6-ға тең. Ал екіншісі 15-ті квадратта 2-ге тең дәрежесі. Ал p квадратта бұл жерде 4-ге тең екен, иә. Енді яғни көп мүшенің дәрежесі 6-ға тең. Ал бұл жерде бос мүшесі 0-ге тең. Көп мүшенің ең үлкен мүшесі 29, p-ның 5 дәрежесі т-ға тең екен. Келесі г мысалында бірінші бір мүшесінің дәрежесі 10-ға тең екен, екіншісінікі 2-ге тең, үшіншісінікі 3-ге тең екен, төртіншісінікі ол бізде бос мүше екен. Көп мүшенің дәрежесі 10-ға тең, көп мүшенің ең үлкен мүшесі минус 3-тің 10 дәрежесі. Көп мүшенің бос мүшесі 3-ге тең екен. Келесі г мысалында f-тің 2 дәрежесі, бұл жерде дәрежесі 2-ге тең. Мына екінші тұрған бір мүшенің дәрежесі f-тің 1 дәрежесі бар, t-ның 1 дәрежесі бар, p-ның 1 дәрежесі бар, сонда 3-ге тең, яғни бір қоссақ 3-ге тең. Мынау t-ның 5 дәрежесі шығар. 5 деп алайық. Мынау бізде 5 дәреже
екен, үшінші мүшесінікі 5 дәреже екен. Яғни бізде көп мүшенің дәрежесі 5-ке тең, ең үлкені 5 қой, сондықтан біз 5 аламыз. Көп мүшенің ең үлкен мүшесі 11, 5, 11 тының 5 дәрежесіне тең, көп мүшенің бос мүшесі 0-ге тең екен. Келесі бізде бұл тапсырма түсінікті болса, енді көп мүшені стандарт түрге келтіру. Көп мүшені стандарт түрге келтіру үшін құрамындағы барлық бір мүшелерді стандарт түрде жазу керек. Өткен сабақта біз бір мүшелерді стандарт түрге жазуды үйрендік. Ұқсас мүшелерді біріктіру керек. Көп мүшенің әрбір мүшесінің дәрежесін анықтап, оларды кему ретімен жазу керек. Яғни мынау бізге әдемілеп жазып қою үшін керек. Мысалы, бізге 6х жақшаның ішінде минус 0,2, y-тің квадраты, z-тің кубы, қосу z. Осында бізге өрнек берілген, және осы өрнекті стандарт түрге келтіруіміз керек. Бірінші біз, естерінде болса, бір мүшені құрамындағы бір мүшелерді стандарт түрге келтіру керек. Бірінші бізде өткен сабақта біз бір мүшелерді стандарт түрге келтіруді үйренген кезде, бірінші оның құрамындағы сандарт жазамыз, одан кейін айнымалыларды бірделерін біріктіреміз, ал бірде болмаса оларды рет ретімен жазып қоямыз. Яғни құрамындағы сандар, бірінші мына тұрған бір мүшенің құрамындағы сандар 6 және минус 0,2. Бірінші осыларды жазамыз, одан кейін бардық мынау айнымалыларын жазамыз. Екінші бір мүшені стандарт түрге келтіреміз. Бұл жерде тура солай, бірінші сандарт жазып аламыз, одан кейін бардық әріптерді бірделерін біріктіріп өрнектеп жазамыз. Мысалы, мына жерде x қайталанған, соны x деп жазған, одан кейін y, одан кейін z, мына жақта тағы z бар, ұмытып кетіпті. Это z-тің квадраты деп қояйық. Одан кейін 0,136 көбейту 0, осылайынан жазған барлығын, одан кейін барып бізде стандарт түрге, яғни көбейтетіндерін көбейтіп келтірген. Енді бізге тура осылай мына көп мүшелерді стандарт түрге келтіру керек. Бірінші құрамындағы бір мүшелерді стандарт түрде тұр. Мынау бізде стандарт түрде тұр. Екіншісі тоже стандарт түрде тұр, үшіншісі тоже жеке-жеке өзі стандарт түрде тұр. Енді осыларды бізде x-тің квадраты, x-тің квадраты, x-тің квадраты үшеуінде де бірдей екен. Онда біз x-тің квадратын, яғни бұл үшеуі де ұқсас мүше екен. Өткен сабақта ұқсас мүшені өттік. Үшеуі де ұқсас мүше екен, сондықтан біз оны жақшаның сыртына шығара аламыз. Жақшаның ішінде бізде 1 плюс 1 минус 4. Минус 4, сонда 2 минус 4 минус 2 x-тің квадраты болады екен. Стандарт түрде осылайынан болады. Бірінші стандарт, одан кейін айнымалы түрде. Енді келесінде бізде а қосу 15а қосу 7b, мынау азайту шығады. Азайту 16а деп алсақ. Бұл жерде бізде ұқсас бір мүшелер мынау, және мынау, ұқсас бір мүшелер болса, оның біз әріпін жақшаның сыртына шығара аламыз. Айнымалысын 1 қосу 15, алдында коэффициенттері бойынша жұмыс істейміз. Азайту 15. Қосу 7b-сы бар, бізде 7b. Мына жерде бізде 10, мынау бізде 16, 16-16-16 азайтсақ 0, 0-ді біз аға көбейтсек, яғни кез келген санды 0-ге көбейтсек, ол 0-ге тең, сонда бізде тек бұл жерде 7b қалады. Енді келесі b-да, b тапсырмасында 2x квадрат көбейту x, көбейту x, көбейту x, азайту 4x квадрат көбейту x екен. Бұл жерде бірінші құрамындағы бір мүшелер стандарт түрде тұрған жоқ. Бірінші осыларды стандарт түрге келтіреміз. Біз білеміз, негіздері бірдей болса, және арасында көбейту тұрса, онда дәрежелері қосылады. 2x 2 қосу 1. Қосу, мына жерде тура солай негіздері бірдей, ортасында көбейту тұр деп аламыз. x саны 1 қосу 1, азайту 4x, негіздерін жазамыз, одан кейін дәрежелерін қосамыз, егер ортасында көбейту болса. 2 қосу 1. Сонда бізде астына жазайын, 2x-тің кубы қосу x-тің квадраты, азайту 4x-тің 3 дәрежесі. Енді ұқсас бір мүшелерді біріктіреміз. Бұл жерде ұқсас бізде 2x-тің кубы және минус 4x-тің кубы. Бұл жерден x кубты жақшаның сыртына шығарсақ, бізде 2 азайту 4 қосу x квадрат болады. X куб, мына жерде бізде минус 2 шығады, қосу x-тің квадраты. Сонда бізде минус 2 x-тің квадраты плюс x-тің кубы плюс x-тің квадраты деген өрнек шығады екен. Осы жерде стандарт түрге келтіргенде. Келесі бізде г тапсырмасында бірінші құрамындағы бір мүшелерді стандарт түрге келтіреміз. Мына жерде бізде 2а тұр, яғни стандарт түрде тұрған жоқ. Негіздері бірдей болса, дәрежелерін қосамыз. 7а-ның 1 қосу 2, 3 дәрежесі болады, мына жерде бұның өзі болады, өйткені б-ға қосылатын жоқ, то есть көбейтіліп тұрған жоқ. Азайту, бірінші санға көбейтілетін жоқ, онда санда тұра береді. Келесі әріп, бірақ мына жерде минус 1 бар екен ғой, мына жерде плюс болады.
мына жақта аның 2 дәрежесі, онда аның 3 дәрежесі болады. Мына 1 дәрежемен екеуі қосылады. Одан кейін б-ның дәрежесі қосылайын қалады. Екеуі бізде ұқсас бірінші екен, онда біз а куб б-ны жақшан сатына шығара аламыз. Және алдында тұрған коэффициенттерді қосамыз. 7 қосу 3, сонда 10 а куб б деген жауап шығады екен. Келесі сағат тапсырмасында тура солай бірінші құрамындағы бірнешелерді стандарт түрге келтіреміз. Мына жерге симметрия екен, мында жаза берейін. Бірінші минус 15-ке көбейтілетін ештеңе жоқ, сондықтан минус 15. Одан кейін бізде q-дің квадратына көбейтілетін жоқ. Ал одан кейін p бізде жақшаның сыртында және жақшаның ішінде дәреже тұрса, ол екеуі біз көбейтіледі, дәреженің қасиеті бойынша. 3-ке 3-ті көбейтсе, яғни p-ның 9 дәрежесі. Қосу. Мына жерде екінші бірнешені стандарт түрге келтіру үшін бірінші құрамдағы стандартты көбейтеміз. 8-ге 2-ні көбейтсек 16. Одан кейін q-ға көбейтілетін бізде тек мұнда 1 дәрежесі бар, мұнда 1 дәрежесі бар, дәрежелері қосылады, сонда 2, q-дің 2 дәрежесі, и p-ның мұнда 6 дәрежесі бар, мұнда 3 дәрежесі бар, p-ның 9 дәрежесі болады. Бұл екеуі бізде ұқсас бірнеше екен. Ендеше біз q квадрат пен p-ның 9 дәрежесін жақшаның сыртына шығарамыз, сонда минус 15 плюс 16, ол бізде 1-ге тең, бір бізде коэффициент жазылмайды, сондықтан бізде тек q квадрат p-ның 9 дәрежесі қалады. Осындай стандарт түрге келтіріледі екен. Келесі д тапсырмасында бізде мына жер бөлу тұр. Егер бөліп жіберсек, бізде қандай болады? Мына жердегі 23 а-ның кубы бөлу а-ның квадраты. Егер негіздері бірдей болса, ортасында бөлу амал тұрса, дәрежелері азайтылады. Сонда бізде бірінші 23-ке көбейтілетін жоқ, сондықтан 23 жаза береміз. Одан кейін а-ның 3 азайту 2, 1 дәрежесі бар. Bir дәрежені 1 дәреже жазбаймыз, тек өзін жазамыз, айнымалын. Қосу. Мына жерде бізде 17 а-ның квадраты, оған өзі стандарт түрде тұр. Қосу а. Енді бізде 23 мен соңында тұрған а екеуі ұқсас бірнеше, сондықтан ол екеуін біріктіре аламыз. Сонда бізде 24 а болады. А-ны жақшаның сыртына шығарсақ, 23 қосу 1 болады, сосын 24 а болады. Қосу 17 а квадрат. Осындай түрде стандарт түрге келеді екен. Бізде дәрежесі ең үлкені, одан кейін кішісі ретінде жазамыз. Сондықтан бізде мына жерде 17 а-ның квадраты қосу 24 а түрінде жазылады. Бірақ екеуінің мағынасы бірдей. Осылай біз көп мүшені стандарт түрге келтіреді екенбіз. Бұл тапсырма түсінікті болса, енді бізде келесі сен бір мүшелерді қалай қосуды және азайтуды білесің, ал енді көп мүшелерді қалай қосуға және азайтуға болады деген сұрақ туындайды. Төменде осы туралы сөз қозғалады дейді. Енді бізге мынандай тапсырма берілген екен, сөйлемді аяқта. Алдында қосу таңбасы тұрған жақшаны ашу үшін біз не істейміз? Алдында егер қосу таңбасы тұрса, мысалы, былай жалғасып келеді, плюс 2x плюс 12 деп тұр мысалы. Бұл егер алдында бізде қосу таңбасы тұрса, ол ешқандай ішіне өзгеріс енгізбейді. Жақшаны тура соңынан аша береміз. Яғни 2x плюс 12 болып ашыла береді. Мына жерде алдына сан қойып түсіндірейін. 6x мысалы қосу, мына жақта 7x-тің квадраты плюс 21 деп тұр дейік. Осы кезде яғни жақшаның алдында плюс тұрса, ешқандай өзгеріссіз біз жақшаны аша береміз. 6x қосу 7x-тің квадраты плюс 21 деп. Ал енді келесі сұрақта бізде алдында алу таңбасы тұрған жақшаны ашу үшін не істейміз дейді. Егер жақшаның алдында минус тұрса, мысалы тура осы мысал минуспен 6x минус 7x-тің квадраты плюс 21. Алдында яғни минус таңбасы тұр. Егер бізде жақшаның алдында минус таңба тұрса, ол жақшаның ішіндегі қосылғыштардың немесе қосылғыштардың таңбаларының барлығын қарама-қарсы таңбаға ауыстырады. Яғни мына жерде плюс 7x тұр ғой, 7x-тің квадраты тұр ғой, сол бізде минус 7x-тің квадраты болып өзгереді. Мына жерде бізде плюс 21 тұр ғой, сол бізде минус 21 болып өзгереді жақшаны ашқан кезде. Немесе мысалы мына жерде 12x минус 42x-тің кубы минус 18 деп тұрсын. Осындай бізге өрнек келіп қалды, есеп шығарып жатырмыз. Сол кезде алдында минус тұрса, бұнда ішіндегілердің барлығының таңбасын қарама-қарсы таңбаға ауыстырамыз. Яғни қосуды азайтуға, азайтуды қосуға алмастырамыз. Көбейту бөлуді емес, тек қосуды азайтуға, азайтуды қосуға алмастырамыз. Мына жерде біз 12x азайту 42x-тің кубы қосу 18 болып жақшаны ашқанда осылайынан өзгереді. Ұқсас бірнішелерді біріктіру үшін бізде ұқсас бірнеше дегеніміз ол келесі тұрған жаңа тұрған айнымалылар бар ғой, солар бірдей болса, онда олар ұқсас бірнішелер деп аталады. Яғни ұқсас мүшелер деп аталады.
Бізде бірінші б-да ұқсас мүшелер деп, мысалы, 12ab, мына жақта 8ab. Екеуінің де айнымалылары бірдей ғой, айнымалылар да айнымалылардың дәрежелері де бірдей ғой, сондықтан олар ұқсас мүше деп аталады. Немесе мына жерде 7x-тің кубы, мына жақта 18x-тің кубы деген сияқты. Екеуінің де айнымалылары бірдей. Коэффициенттері әртүрлі бола берсін, бірақ айнымалылардың дәрежелері бірдей болса, олар бізде ұқсас мүшелер деп аталады. Бірақ бізде, мысалы, 42x-тің квадраты, мына жерде 18x-тің квадраты а болып тұрса, екеуінің айнымалылары бірдей емес. Сондықтан бұлар бізде ұқсас мүше бола алмайды. Немесе, 18а, мына жақта 74 б деген сияқты болса, бұл екеуі ұқсас мүше бола алмайды. Яғни екеуінің айнымалылары да дәрежелері де бірдей болуы қажет. Ұқсас мүшелерді біріктіру үшін, яғни қосу үшін немесе азайту үшін, олардың тек коэффициенттерін алдында тұрған сандарды қосып азайтсақ жеткілікті. Яғни мына жерде а-ның жақшаның үстіне шығарып жіберсек, бізде тек 12 қосу 8 қалады, немесе 12 азайту 8 деген сияқты тек қана алдында тұрған коэффициенттермен жұмыс жасаймыз. Яғни айнымалыларына, әріптеріне тиіспейміз. Енді келесі тапсырма бізде өлшемдері суретте көрсетілген үшбұрышты қарастыр. Оның периметрі п-ға тең дейді. Бізде мына қабырғасы 4а плюс п дейді. Бұл қай қабырғасы екен бізде? 4а плюс п. 4, 1, 2, 3, 4. Вот мына қабырғасы екен, иә? 1, 2, 3, 4а. А қосу а қосу а қосу а. Қосу б болса 4а плюс п, иә? Енді келесі мына қабырғасы қандай екен? 1, 2, 3, 3б екен. А бойынша біреу, екеу, үшеу, тоже үшеу екен. Мына жақта соңындағы төменде қабырғада 3b плюс а, иә? 3b плюс а. Енді бұл өрнек 3 көпмүшенің қосындысына тең дейді. Бұл өрнек 3 көпмүшенің қосындысына тең. Яғни мынау өзі көпмүше болып тұр, мынау өзі көпмүше болып тұр, мынау өзі көпмүше болып тұр. Сол үшеуінің қосындысына тең дейді. Жақшаны аш және ұқсас мүшелерді біріктір дейді. Мына жаққа жазайын, иә? 4а плюс b плюс 3а плюс 3b плюс біз плюс таңбасы болса, жақшаның ішіне ешқандай өзгеріс енгізбейміз, иә? Плюспен тура солайын аша береміз. 3b плюс а. Енді осы жердегі ұқсас мүшелер. Мысалы, бізде мына 4аға мынау 3а ұқсас, және мына жақта соңында а ұқсас. Ал мынау в-ға ұқсас, мына жақта 3b бар, және мында 3b бар. Ұқсас мүшелерді біріктіру үшін біз білеміз, тек қана алдында коэффициенттерін ғана қосамыз. Енді а-ның коэффициенті нешеге тең? 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ге мынаның алдында 1 деген сан бар, 8а екен. Енді мына жердегі б-ның коэффициенті 1-ге тең, мында 3 бар, 4 болды екен қоссақ, мында тағы 3 бар, сонда 7, 8а плюс 7б-ға тең екен. Енді бұл тапсырма, бұл анықтамалар түсінікті болса, енді бізде келесі өрнекті ықшамдайды. Осы 4 өрнекті ықшамдау керек екен. Бұл жүзі бірінші бұрыс бөлшекке айналдырған дұрыс болатын сияқты, иә? Так, бөлімінде 3, біріншісін бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 8, 8b азайту 4-тен 3 b-ның квадраты. Жақшаның алдына қосу болса, ешқандай өзгеріссіз ашамыз, иә? 4-тен 1 b квадрат азайту мында 5, 8, 8b. Енді бізде ұқсас мүшелері бұл жерде v квадрат, мына жақта екеу бар, мында біреу бар, v. Сонда бізде мына жерде бірінші v квадраттарды жазсақ минус 4-тен 3v квадрат қосу, давайте қосуын бірінші жағында. 4-тен 1 v квадрат азайту 4-тен 3v квадрат қосу 8 бөлу 3v азайту 8 бөлу 5v. Енді осыларды өрнектейік, есептейік. Так, ортақ бөлімі 4, мына жерден бәрі минус шығады екен, минус 2v квадрат. Ал мына жерде бізде ортақ бөлімі 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 15-ті 5-ке бөлсек 3, сонда 8, 5-ім 40. Так, 40 азайту 24, 40 азайту 24, 26, иә? 16, иә? 16, иә? 16v. Сонда мына жерден бөлсек бізде v квадрат бөлінген 2, минус v квадрат бөлінген 2, плюс 16v бөлінген 15 шығады екен. Сонымен осындай жауап шығады екен. Келесі бізде ә тапсырмасында 0,1
с азайту 0,4 с квадрат. Жақшаның алдында минус тұрса, оның ішіндегілердің барлығы қарама-қарсы салмаға, таңбаға ауысады. Яғни плюс болса минусқа, минус болса плюсқа. Сонда минус 0,1 с болады мына жер. Алдында негізі плюс бар, ол жазылмай тұрған. Одан кейін ана жақта минус тұр. Ол бізде плюсқа айналады. Сонда 0,5 с квадрат. Енді бізде ұқсас мүшелер мынау және мына жақтағы екеуі. Так, бізде бірінші 0,5 с квадраттан азайтсақ 0,4 с квадратты. Одан кейін қосамыз оған 0,1 с азайту 0,1 с-ны. Содан бізде 0,1 қалады. 0,5-тен 0,4 азайтсақ 0,1 с квадрат қалды. Ал мына жер 0 болып қалды. Келесі Б тапсырмасында минус 2х-тің кубы қосу x, y-тің квадраты қосу x квадрат y азайту x, y-тің квадраты қосу 3x-тің кубы. Енді бұл жерде қандай ұқсас бір мүшелер бар? Ұқсас мүшелер бар. Бізде мынау мен мынау ұқсас. Одан кейін так, x, y-тің квадраты болып тұр. X, y-тің квадраты, мына екеуі ұқсас. Мынау бізде ұқсас емес ешқайсынан. Енді бірінші ең үлкен дәрежеден бастап оқшамдаймыз. Сонда бізде мына жерде алдында тұрған коэффициент 3, ал мұнда тұрғаны -2. Сонда бізде тоқа 3-тен 2-ні азайтсақ 1 ғана қалады. X кубтың өзі ғана қалады, Одан кейін 2 дәреже. Так, мына жерде -1 бар, и мұнда +1 бар, екеуінің алдында. Яғни x квадрат, x, y квадрат жақшаның сыртына жазсақ, -1 +1 болған деп тұр. Екеуінің таңбасы қарама-қарсы, сандар бірдей болса, олар 0-ге тең болады. Сонда бұл екеуі жойылып кетеді екен. Содан кейін қалатыны бізде плюс x квадрат y-тің өзі қалады. Келесі В тапсырмасында 5 x-тің квадраты плюс 3xy қосу 9x-тің квадраты y. Таңбасы жақшаның алдында минус болса, ол ішіндегінің барлығын таңбасын ауыстырады. 2xy минус 6x квадрат. Енді бұл жерде ұқсас мүшелері. Так, x квадрат, мынау екеуі ұқсас. Одан кейін мына екеуі ұқсас емес, мынау мен мынау ұқсас екен. Так, бірінші x квадраттан бастайық. -6 тұр алдында. Енді жақта +5 тұр. -6 +5 ол -1, яғни минустың жазамыз, қорып жазбаймыз. X квадрат. Одан кейін бізде мына жерде екеуі ұқсас дедік. Бұл жерде -2 тұр алдында, и мына жерде +3 тұр. Так, -2 +3 ол бізде 1-ге тең, Сонда тоқа x, y-тің өзі ғана қалады. Одан кейін ашта 9x квадрат y-ға қосылатын жоқ. Сондықтан 9x квадрат y-тің өзін жазып қоямыз. Осылай шығады екен. Ендеше бұл тапсырма түсінікті болса, бізде келесі. Көп мүшелердің қосындысы мен айырмасын бағандап табуға болады екен. Яғни бұл бірақ нақты тура сондай шығатын болса ғана, тура осындай жағдайға сәйкес келіп тұрса ғана орындалады. Яғни, мысалы, тура сондай b-сы болса, келесі өрнекте тура сондай AB болса, яғни ұқсас мүшелері бар болса ғана, тура осылайынан орындалады екен. Яғни, тура астасына жазамыз, одан кейін оның алдына тұрған коэффициенттерді қосып азайтамыз. Мысалы, бірінші мысалда 7a квадрат b-ға сәйкес келетін жоқ, сондықтан оның астына ештеңе жазбаған. Одан кейін -4 b-ға сәйкес келетін 3b-сы, ал 2ab-ға сәйкес келетін ұқсас мүше -7ab. Осындай. Одан кейін біздің өзіміздің бағандап қосу сияқты 2 азайту 7, ол -5 шыққан, мына жер -4 плюс 3 -1 шыққан, яғни минус соңына жазған. Одан кейін маған қосылатын жоқ болғаннан кейін өзін жазған. Екінші мысалда тура солай, яғни бірінші бірдейлерді астасына жазған. Яғни ұқсастарын астасына жазған. Бізге қайсысын берген екен? 0,3 x-тің квадраты қосу 0,1 y-тің квадраты плюс 3. Енді осыған біз 0,126 x-тің квадраты азайту 0,109 y-тің квадраты азайту 2-ні қосу керек екенбіз. Қосамыз ғой. Қосындысы мен айырмасын, біз қосындысын табайық. Ең соңынан бастап естек 3 қосу -2. Ол бізде 1-ге тең, яғни 3-тен 2-ні азайтсақ 1-ге тең. Минус жем кетеді ғой. Ал мына жерде алдында коэффициенті бойынша ғана есептейміз. 0,1 қосу азайту 0,1 қосу минус 0,109 болып тұрады. Минус жем кетеді, сонда 0,1 минус 0,109 болып тұрады. Сонда бұл жерде минус 0,108 болады, y-тің квадраты. Мына жерде қосу алдында.
Одан кейін мына жерде так алдында минус болды, мына жақта x квадрат түседі. Яғни ұқсас мүшесі. Одан кейін екеуін қоссақ, екеуінде таңбасы плюс болып тұр екен. Так 6, 6-ға қосылатын жоқ. 3-ке 2-ні қоссақ, 5, 0,56 x-тің квадраты азайту 0,108 y-тің квадраты плюс 1 болады екен. Келесі ә тапсырмасында, ә мысалында 0,3 x-тің квадраты қосу 0,101 y-тің квадраты минус 3, сосын қосу, мына жақта минус 0,126 x-тің квадраты қосу 0,109 y-тің квадраты қосу 2. Бізде ең соңында минус 3 пен 2-ні қоссақ минус 1 шығады. Одан кейін y квадратын түсіреміз, яғни айнымалысын. Одан кейін барып тұр 0,101-ге 0,109-ды қоссақ 0,1, 0,1 y-тің квадраты, квадрат бар мұнда. Мына жерде так 0,3-тен азайтсақ 0,126-ны, 0,104 плюс 0,104 x-тің квадраты шығады екен. Мына жерде тұрған бұл тапсырмасы тура осылай орындалады. Енді бізде келесі, соңғы тапсырма екен бізде. Бос орындарға көп мүшелерді жаз, көп мүшелерді жақшаға ал және нәтижесін жақшаны ашу арқылы тексер. Яғни бұл жерде бізде жақша берілген екен, өзі жақшаның алдында таңба берілген, енді жақшаның ішіндегі өрнек қандай болады? Яғни біз бағанда мен ашып үйрендік қой, енді керісінше жауып үйренеміз жақшаны сыртынан шығарып үйренеміз. Яғни бұл жерде бірінші 2AB тура солай жазылған екен. Одан кейінгісі жақшаны плюспен ашқан кезде ішінде болу керек минус 5А квадрат плюс АБ. Онда біз тура солай орын-орнымен жазамыз. Плюс болса ешқандай таба ауыспайды. Тек орын ауыстырамыз мына жерге, бізде чтобы ыңғайлы болу үшін. АБ минус 5А квадрат. Жақшаны ашқан кезде тура осылайынан ешқандай өзгеріссіз ашылады. 2AB қосу АБ минус 5А квадрат. Яғни ешқандай өзгеріссіз ашылады. Ал келесіне негізі АБ-ға АБ-ны қосып жіберсек болады 3АБ деп. Бірақ бізге осылайынан шығар деп тұр екен. Енді келесінде бізде АБ жақшаның алдында минус тұр, бірақ жақшаның ішінде жақшаны ашқан кезде мынандай шығу керек. Онда бізде мына жердегі минус 5А квадратты жақшаның ішіне кіргізген кезде плюс 5А квадрат деп кіргіземіз. Ал мына жерде тұрған плюс АБ-ны кіргізген кезде минус АБ деп кіргіземіз. Енді жақшаны ашып көрсек 2AB минус 5А квадрат, одан кейін плюс АБ болады. Яғни екеуі бірдей болды. Келесі бізде жақшаның алдында минус 5А квадрат тұр екен, яғни мынау бізде жақшаның сыртында тұр. Жақшаның сыртында тұрғанға тиіспейміз. Жақшаның ішіне кіргізетіндегілердің жақшаның алдында минус болса, солардың таңбасын ауыстырамыз. Енді мына жерде біз жақшаның алдында минус тұр екен, онда біз жақшаның ішіне мына жерде 2AB-ны кіргізуіміз керек, и потом АБ-ны кіргізуіміз керек. Бұл екеуін кіргізетін болсақ, жақшаның алдында минус тұрғандықтан таңбасын ауыстырып тұрып кіргіземіз. Минус 2AB, АБ және мынау плюс АБ-ны минус АБ деп кіргізеді екенбіз. Жақшаны ашсақ, бұл жерде тура солай минус 5А квадрат, одан кейін мына жер плюс болып ашылады, плюс, яғни минусқа минусты көбейтсек плюс, сондықтан плюс болып ашылады. 2AB плюс АБ. Мынаны орындарын ауыстырып қойсақ, екеуі бірдей болады. Одан кейін келесі бізде В тапсырмасында 3xy шыққан екен жақшаның сыртына, жақшаның сыртында тұр екен, жақшаның ішінде алдында минусы бар, сондықтан мыналардың барлығын қарама-қарсы таңбамен кіргіземіз. Минус 4x-ті плюс 4x деп кіргіземіз, минус 8y-ті плюс 8y деп кіргіземіз. Жақшаны ашсақ тоже солай 3xy азайту 4x азайту 8y болып ашылады. Мына екеуі бірдей болады. Еще бізде плюс 1 бар ғой, плюс 1 ішіне минус 1 болып кіреді. Жақшаны ашқан кезде ол қайтадан плюс 1 болып ашылады. Мына жерде де тура солай минус 4x шыққан екен жақшаның сыртында тұр екен. Так, жақшаның ішіне бірінші кез келген ретпен кіргізсек болады. Ортасынан бастап, соңынан бастап 8y кіргізейік, иә, 8y, өйткені плюс болып, жақшаның ішінде плюс болып басталып тұрса, әдемі болып көрінеді, сондықтан біз осыны бірінші жаздық. Одан кейін минус 3xy, мына жерде плюс 1 тұр екен, оны минус 1 деп кіргіземіз. Өйткені жақшаның алдында бізде минус тұр. Мына жерде минус 8y жақшаның сыртынан шығып кеткен екен, жақшаның сыртында тұр екен. Так, мына жерде плюс 4x минус 3xy, мына жерде минус 1 болады. Осылайынан жазсақ кіргізеді. Немесе осы ішінде орын ауыстырып та кіргізе береміз.
Осылар бүгінгі өткен сабағымыз тақырыбымыз түсінікті болса, біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі видео сабақта біз көп мүшелер тақырыбын қарастырдық және жақшаларды ашу, азайту тақырыбын қарастырдық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса каналға тіркеліп лайк басып кетсеңіздер болады. 1000 подписчикке жетуге аз қалдық. Сау болыңыздар. Келесі сабақ жақын арада шығады.